Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бронх демікпесі. Демікпелік жағдайда ауруханаға дейінгі жедел жәрдем. Сабақтың мақсаты бронх демікпесі ауруының симптомдарын ерте диагностикалап, науқастарды тексеру жоспарын құрып, клиникалық диагноз қойып, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету. Сабақтың міндеті бронх демікпесінің шағымдарын, анамнезін сұрастыруды және тәжірибелік дағдыларды қолдана отырып, симптомдар мен синдромдардың диагностикасын жүргізуге үйрету. Бронх демікпесі ауруын қазіргі заманға сай зертханалық және аспапты зерттеу тәсілдерімен интерпретация жасауды үйрету. Бронх демікпесін ұстамас кезінде шұғыл көмек көрсетіп, тәжірибелік дағдыларды үйрету. Бронхолық демікпесі аллергиялық жауаптың салдарынан бронхтың шырышты қабатының ісінуі мен шырыштың гиперсекрециясы, бронхтың спазмынан дамитын тыныс жолы ұстамаларымен сипатталатын ауру. Бронх демікпесінде бронх қабырғасындағы сегіз бұлшықеттердің спазм салдарынан бронх ағашының шырышты қабаты ісінеді. Соның салдарынан дем шығару қиындайды. Экспираторлы ентігу пайда болады. Бронх демікпесінің этиологиясы. Ішкі факторлар: генетикалық бейімділік, атопия, тыныс жолдарының гиперреактивтілігі, жынысы, ұлттық нәсілдік салты. Сыртқы факторлар: үйдегі аллергендер, үйдегі шаң, жануарлардың аллергені, тарақандардың аллергені, саңырауқұлақтар. Сыртқы аллергендерге өсімдік тозаңы, пассивті темекі шегу, активті темекі шегу, ауадағы поллютанттар, сыртқы поллютанттар, мекемелердің поллютанттары, респираторлық инфекциялар, паразитарлық инфекция. Жіктемесі: түрі атопиялық, инфекционды аллергиялық, аралас, аспириндік түрі. Ауру ағымы: интермиттеуші эпизодты, персистерленген, үнемі. Ауырлық сатылары 4 сатыдан тұрады. Бірінші сатысы интермиттеуші, екінші сатысы жеңіл персистерленген, үшінші сатысы орташа ауырлықты персистерленген, төртінші сатысы ауыр персистерленген. Ауру кезеңі өршу және ремиссия қайталанып отырады. Демікпенің диагностикалық критериялары. Анамнезінде суық ауамен дем алғанда, физикалық жүктемені орындағанда, шаң тозаңмен, аллергендермен байланысқанда, түшкіру, әйнек тәрізді аз қақырықты қинайтын жөтел, тұншығу ұстамалары, ентігу пайда болады. Физикалық тексеру: қарап тексергенде ортопноя қалпы дистанционды сырылдар естіледі. Перкуссияда кеуде клеткасында қораптық дыбыс. Аускультацияда тахипноя, өкпедегі ысқырықты сырылдар естіледі. Бронх демікпесінің ауырлық дәрежелері. Жеңіл эпизодтық интермиттеуші түрінде, клиникалық көрінісінде жеңіл, тез басылатын ұстамалар шамамен аптасына бір реттен немесе одан сирек. Өршулері қысқа. Сыртқы тыныстық көрсеткіштер: тыныс шығарудың шындық көлемі қалыпты деңгейде. Орташа ауырлықта. Ұстамалар аптасына 1-2 реттен жиі. Дене қызметінің шектелуі мен ұйқысының бұзылысы болады. Тыныс шығарудың шындық көлемі 80%-дан артық. Тәуліктік тербелісі 20%-дан кем. Ауыр түрінде клиникалық көрінісі: ұстамалар аптасына 5-тен көп. Күрделі ауытқуларға тән. Сыртқы тыныс көрсеткіштері: тыныс шығарудың шындық көлемі 60-80%. Тәуліктік тербеліс 20-30%. Бұл пифлометрдің көрсеткішімен сәйкес болады. Диагностикасы. Клиникалық диагностикасы: тұншығу ұстамасы,
зертханалық диагностикасы, жалпы қан анализі және мұрын бөлінісінен эозинофилия анықталады. Қақырықта астма үштігі кездеседі. Терлік скарификациялық сынама жасайды және сары суында қанның арнайы иммуноглобулин генінің жоғарылауы, иммунограмма. Аспаптық зерттеу әдістері сыртқы тыныс қызметін бағалау, спирометрия арқылы. Спирометрия дегеніміз өкпенің тіршілік сыйымдылығының және оны құрайтын ауа көлемдерін анықтайтын әдіс. Пикфолометрия максималды тыныс шығарудың көлемін зерттейді. Кеуде клеткасының рентгенограммасы. Бронх демікпесі ұстамасын емдегенде бірнеше жалпы принциптерді ұстану керек. Науқасты қарап тексергенде ұстаманың ауырлық дәрежесін, тыныс шығарудың шындық көлемін пикфолометр болған жағдайда бағалау қажет. Мүмкін болса, себепші маңызды аллергендерден шектеу керек. Анамнез бойынша бұрын алған емін сұрау, бронхоспазмолитикалық заттар, қабылдау жолдарын, мөлшерін, қабылдау ұзақтығын, соңғы қабылдаған уақытын, жүйелі глюкокортикостероидтарды қабылдайтын не қабылдамайтынын анықтау. Ұстаманың ауырлық дәрежесіне байланысты жедел жәрдем көрсету. Емнің тиімділігін бағалау. Бронх демікпесін емдеуге арналған дәрілік заттар екі топқа бөлінеді. Ол жедел медициналық жәрдем көрсетуге арналған дәрілер, қысқа әсерлі бета-2 агонисттер, антихолинергиялық заттар, теофилиндер. Екінші тобы жоспарлы түрде емдеуге, базистік емге жататын ингаляциялық кортикостероидтар, пероральды глюкокортикостероидтар, ұзақ әсерлі әсер ететін бета-2 агонисттер, мес клеткаларын тұрақтандырғыштар. Ингалятор ингаляция жасауға арналған құрылғы. Небулайзер мен ингаляция арқылы сұйық дәрілерді ауа арқылы жоғары тыныс жолдарына енгізу. Бронх демікпенің асқынулары, демікпелік статус, жедел-жеделдеу өкпе-текті жүрек, өкпе эмфиземасы, ұстаманың шыңында дамуы мүмкін спонтанды пневмоторакс, ателектаз, миокардтың дистрофиясы. Бронх демікпесінің ұстамасының ауырлығын бағалау критериялары. Жеңіл дәрежесінде физикалық белсенділігі сақталған, есі өзгермеген анық, кеудесіндегі қосымша бұлшықеттер тыныс алуға аздап қосылады, ысқырықты тыныс шығарудың аяғында байқалады, тыныс шығарудың шындық көлемі 70-90%, пульс жиілігі жиілеген, орташа ауырлықта физикалық белсенділігі шектелген, естің жағдайы қозғыш, тыныс алуға қосымша бұлшықеттер айқын қатысып тұр, ысқырықты сырылдар өкпесінде айқын естіледі, тыныс шығарудың шындық көлемі 50-70%, пульс жиілігі жиілеген. Ауыр жағдайдағы науқастың физикалық белсенділігі күрт төмендеген, мәжбүрлі қалыпта отырады, естің жағдайы қозғыш, үрейлі, тыныс алуға кеуденің қосымша бұлшықеттері айқын қатысады, өкпесін тыңдағанда ысқырықты сырыл айқын естіледі, тыныс шығарудың шындық көлемі 50%-дан аз, пульс жиілігі тез жиілеген. Ал демікпелік статус кезінде физикалық белсенділік мүлдем болмайды. Есі коматозды жағдай. Кеуде бұлшықеттерінің тыныс алуға қатысуы, торакоабдоминальды тыныс, ысқырықты тыныс, өкпесінде ешқандай тыныс естілмейді. Мылқау өкпе деп айтылады. Пульс жиілігі брадикардия. Бронх демікпесінің ұстамасы кезіндегі жедел жәрдем. Жеңіл және орташа ауырлықта болса, онда бета-2 агонистерді, перотек, сальбутамол, М-холинолитиктер, атразин немесе қосарланған дәрілер бирадуалды мөлшерлеп
аэрозоль ингалятор көмегімен немесе небулайзер арқылы беруге болады. Егерде небулайзер аппараты болмаған жағдайда 2-4% эфилин ерітіндісін 10 мл натрий хлоридімен изотоникалық ерітіндісіне араластырып, көктамырға баяу енгіземіз. Бронх демікпесінің ұстамасы кезінде ауыр ұстамасы. Жеңіл орташа ауырлықты ұстаманы емдеген сияқты. Преднизолон 60-90 мг көктамырына немесе бұлшықетке, оксигенотерапия маска арқылы немесе мұрындық катетер арқылы, глюкоза тұздық ерітінділермен инфузионды ем, жедел ауруханаға жеткізу керек. Демікпелік статус дегеніміз жедел тыныс жеткіліксіздігі және гипоксемиялық комамен жүретін диффузды бронхоспазм. Демікпелік статус кезінде көмек жоғарыда айтылған шаралардың бәрін жүргізгеннен кейін ешқандай нәтиже бермесе, преднизолон 90-120 мг қан тамырына немесе бұлшықетке, жеңілдік болмаса гидрокортизон 125-250 мг 6 сағат сайын салып, жедел ауруханаға жатқызу керек. Сабақты бекіту сұрақтары. Бронх демікпесінің ауырлық дәрежелерін сипаттап беріңіз. Бронх демікпесінің зертханалық аспаптық зерттеу әдістері. Бронх демікпесінің асқынулары. Бронх демікпесінің базис емі. Бронх демікпесінің ауыр ұстамаларының емі. Демікпелік статустың емі. Осымен балалар сабақты қорытындылау тапсырмалары, клиникалық есептерді жауап берулеріңіз керек. Бронх демікпесінің ауырлық дәрежесі бойынша мына кестені толтырыңыз. Бұл жерде аурудың түрлері, клиникалық көрінісі, базисті ем деген кестенің бос яшықтарын толтыру қажет. Үйге тапсырма. Бронх демікпесінің ауырлық дәрежесі бойынша жедел көмек алгоритмін құрастыру. Бронх демікпесінің симптомдарына кластер құрастыру. Бронх демікпесіне созылмалы обструктивті бронхиттің салыстырмалы диагностикасын кестеге толтыру. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді мына жетістік баспалдағымен бағалаңыздар. Бірінші баспалдақта тұрсаңыздар, мен жаңа тақырыпты түсінбедім деген белгі. Екінші баспалдақта, мен түсінемін, бірақ қайталау қажет. Үшінші баспалдақта тұрсаңыздар, мен түсіндім, қолдана аламын. Сау болыңыздар.